Бұл оқиға баяғы 1993 жылы болған еді. Екі жосшы қаладағы шіпстырарлық күндерін азайту үшін орманға шықты. Енді айналамызда таулар, орман және де таза ауа болды. Олар 2 сағат бойы жүріп келе жатты, және де Мария бір нәрсені көріп қатты таңғалды. Орманның ішінде бір дабылға ұқсайтын бірдеме тұрды. Сосын ол Томға да сол жерге қарап көр деп сұраған еді, бірақ Том қараған кезде ондай ештеме болмаған сияқты болды. Ешқандай стоп, ешқандай дабыл, жай ғана орманның ағаштары. Сосын екеуі бір-біріне біртүрлі қарап, ары қарай жүруді шешті. Мария шаршаған сонша тіпті басы айналып кеткен шығар деп Том ойлады. Кеш батты. Мария мен Том болса бутерброд және консерва жеп ұйықтауға кетті. Және де қалада ұйықтаған соң ормандағы тыныштық оларға жақсы көрінді. Және де таңғаларлық. Құстардың айғайлағаны, ормандағы жел және де аңдардың дауысы оларға мүлдем кедергі болмады. Тіпті кішкене көмектескен секілді және де жақсы ұйқыға тартты. Сосын біз біртүрлі дауыстардан оянып кеттік. Бір дабыл қаққан ба, немесе рациямен сөйлескенде дауыстар шығады ғой, сол дауысқа ұқсайды. Том бұларды бір туристер немесе басқа аңшылар деп ойлап қалды. Сосын олар қадамдарды естіді. Қатты және де ақырын қадамдар. Ағаштардың сынған дауысы және де қатты қадамдар бұл үлкен тіршілік екені белгілі болды. Және де Мари мен Том екеуі біраздан кейін олардың палаткасының қасында әлгі тіршілік иесі тоқтағанын сезді. Сосын бір кезде Маринің аяғын бір үлкен дәу қол тарта бастады. Және сол сәтте Мариді қараңғы орманға тартып әкетті. Бәрі тез болған сонша тіпті Том дымда түсініп үлгермеді. Және де не екенін де білмеді. Ол палаткасынан шығып Мариді атын айтып айғайлап еді. Бірақ дымда көрмеді де, естімеді де. Том фонаригін жан-жаққа жаға бастады. Ормандағы ағаштардың арасына және де қараңғы жерлеріне. Бірақ бір сәтте ол бірдемені көрген сияқты болды. Бұл ағаш болмады. Бойы үлкен 50 метрге жететіндей бір тіршілік иесі тұрды. Сосын бірден Томға қарай бұрылып қалды. Әлгі тіршілік иесі Томды тыныс алмайтындай қылып мойнынан қатты қысып алды. Және де Том қайтадан әлгі біртүрлі дабылдың дауыстарын және де радиодың дауыстарын естіді. Тіршілік иесі оны биікке қарай көтере бастады. Және де ол толық көтерілген соң оның нағыз кім екенін